Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, қамыры жұмсақ, үлпілдек болып шығатын булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Құрғақ ашытқы саламыз. Қант қосамыз. Тұз саламыз. Барлығын араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. 2 жұмыртқа қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр елеп аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз, 2-3 бөліп салатын боламыз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Мінекей 1 сағаттай уақыт өтті, қамырымыз күшті болып көтеріліп шықты. Бұл булочкаларымыздың салмасына өз қалауыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен видеода көріп тұрғаныңыздай мейіз қостым, барлығын бірден салып жібердім. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей түйіп шығатын боламыз. Булочкаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Булочкаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты, қамыры күшті болып көтеріліп, сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.